Сәлем достар. Білесіздер ғой, талай қанқұйлы соғыс пен небір даулы мәселелер бір ауыз сөзбен де шешілетінін. Яғни сөздің салмағын сезіне білетіндер үшін, жылы сөздің жанды жылытатынын ескеретіндер үшін, дүниеде сөзден көне, сөзден берік ескерткіш жоқ екенін түсінетіндер үшін менің сайтым таптырмас олжа деп есептеймін. Иә достар, менің сіздермен бөлісетін жаңалығым, енді менің өзімнің кәсіби жеке сайтым бар. Бұл сайт эссе жазып үйренейік курсына негізделген, ақпараттар жинақталған, жүйеленген. Ал енді таныстырылымын жасайын, кеттік. 3 күн ішінде тәжірибелі маманнан эссе жазуды үйреніңіз. Бұрын эссе жазып көрмеген болсаңыз да, бұл шешілмейтін түйін емес. Менің курсымның фишкасы да осында. Енді толығырақ ақпарат білу үшін мына жердегі толығырақ деген батырманы басатын болсаңыздар, сіздер менің WhatsApp-ыма тікелей өтетін боласыздар. Өзім жайлы ақпаратпен де бөлістім. 14 жыл еңбек өтілімнің бары жайында қандай жетістіктерім бар, осы сайттан көре аласыздар. Нақтылап айтатын болсам, эссе жазудың тиімді жолдары кітабының авторымын. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының сараптамалық шешімімен баспадан шыққан екенін білесіздер. Жаңадан тіркелген оқырмандарым болса білмейтін шығар, ал ескі оқырмандарым біледі. Сонымен қатар мектеп бағдарламасына эссе жазып үйренейік вариативті курсы енген болатын, 2017 жылдан бастап жүргізіп келемін. Республикалық үздік авторлық бағдарлама байқауының жүлдегерімін. Облыстық жыл мұғалімі 2017 байқауының жеңімпазымын. Облыстық эссе жазу байқауының 1-ші орын иегерімін. Сонымен қатар, облыстық жеңімпаздар лигасының белді мүшесімін. Бұл жетістіктерімді мен үлкен мақтанышпен айта аламын, себебі бұл үлкен еңбектің жемісі деп білемін. Бұл курсқа не себепті қатысуыңыз керек? Себебі рухани азық аласыз, дамисыз, сөздік қорыңыз артады, әлеуметтенесіз. Себебі эссе жазуды үйрену мақсатында жиналған тыңдаушылармен араласасыз, өзіндік іздену ортасы қалыптасады. Ал ең бастысы, эссені өзіңіз жазасыз, біреуге тәуелді болудан арыласыз. Маған көптеген WhatsApp-қа SMS-тер келіп жатады. Былай дейді: мен эссе жазып көрген жоқпын ғой, қалай 3 күнде үйренем, сөздік қорым да аз, тіл байлығым жоқ, үйрену мүмкін емес деп оқырмандарым кесіп айтады. Ал менің ол кісілерге берер жауабым: мүмкін. Себебі ынта болса адамда, қиын іс жоқ, ғаламда. Ынтаңыз болса үйренесіз міндетті түрде. Курс жайлы ақпаратпен бөлісетін болсам, курс 3 күн бойы күніне 2 сағаттан Zoom платформасында өтеді. Одан кейін WhatsApp-та жазылған эсселерге кері байланыс беріледі. Тіпті 3 күнде 3 эссе жазып үйренесіз. Менің курсымда эссенің құрылымның кестесі бар екені ғана айтылмайды. Тәжірибелі маман ретінде нақты мысалдармен дәлелді түрде көрсетемін. Сөздік қоры аз, сөйлемді байланыстыра алмайтындардың да өзінің сөз саптауы бірден өзгереді. Белсенді қатысушыларға беретін бонустарым да бар. Ол жайлы курсқа қатысқан кезде біле аласыздар. Курсқа жазылып өзгеге эссе жаздыртудан бас тартасыз. Өзіңіз жазып үйренесіз. Ең басты құндылық осында деп ойлаймын. Енді мынандай сұрақтар да келіп жатады маған. Сонда курсқа кімдер қатыса алады деп. Курсқа мұғалімдер, ата-аналар, магистранттар, докторанттар, 9 және 11 сынып оқушылары қатыса алады. Әрі қарай мына жерде енді менің жарнамам берілген. Инстаграм оқырмандары тұрақты оқырмандарым біледі. Көрулеріне. Эссе жазудан қиналасыз ба? Тұжырымды тезис таңдап, ашық аргумент келтіре алмай жүрсіз бе? Ол шешілмейтін түйін емес. Мен сізді өзімнің эссе жазып үйренейік мастер-классыма шақырамын. Мастер-класс өткізуші жайлы білгіңіз келе ме? Рахмет. Білеміз ғой енді, алуан жүйрік бар, әліне қарай шабатын. Бағы мен бабы келіскен,
бағдарлама деп есептеймін мен эссе жазып үйренейік бағдарламасын. Оның дәлелі республикалық үздік авторлық бағдарлама байқауында жеңімпаз атанған болатынбыз. Қорғау сәтінен үзінді. Үзінді емес, тіпті толық нұсқасын келтіріп отырмын. Қарауларыңызға болады. Мінекей. Бағдарламаларға қарағанда ерекше. Несімен, мен қазір оны сіздерге дәлелдеймін. Себебі біздің бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті пәнін тереңдетіп оқытудың негізі, ол біріншіден, екіншіден қорытынды аттестаттауға оқушыны дайындаудың көзі болып саналады. Үшіншіден, біздің осы вариативті курсқа оқушылар Бұл қорғау сәтін не үшін салып отырмын? Біріншіден, эссе жазып үйренейік бағдарламасының салмағын көрсету үшін, екіншіден, барлықтарыңызда болмаса да көпшіліктеріңізде авторлық бағдарламаларыңыз бар шығар. Бірақ оны қалай қорғап, қалай ұсынуды білмей жүрген шығарсыздар. Ал мұнда толық қорғау сәтінен сіздерге бір идея туатыны анық. Себебі қорғаудың өзі ерекше өткен болатын. Оны енді әділ қазылар мүшелерінің кері байланысынан байқауға болады. Әрі қарай облыстық сәкен тірі қазақта елі барда эссе байқауында оқушым жеңімпаз атанған болатын. Одан да үзінді келтірдім, себебі бұл да мен үшін бір толағай табыс. Оқушым өзін дәлелдей білді және өзгеге дәлелдете білді. Сондықтан үзіндісін көрсеңіздер, үзінді емес, тағы да толық нұсқасын ұсынып отырмын. Жақсы жазған деп көңілім босап, ең бірінші жаңағы арпалыс, ажал мен өмір, азап вагондар, дұрыс сөйлеген жаңағы темір жол деп басталған. Содан Сәкеннің тұлғасын, мынау көбінесе негізі ақын жазушы ретінде біледі Сәкенді, бірақ мемлекеттік қызметінде қазақ тілі, сосын Қызылат туралы жазды ғой деп, Қызылат шығармасы Голощекинді ашаршылыққа сынаған деп жазды. Көкшетау поэмасына ептеп сипаттама берген. Өйткені бәрін жазу мүмкін емес, ол Сәкен ешқашан сыймайды. Сәкен деген кең тақырып. Сондықтан соны кішкентай ғана бір парақ қағазға сыйғыза білген, мен баққа бағасыз міндетті тексеріп отырмын. Одан кейін мынау рухани жаңғыру тақырыбына жазған Рахмет. Келесі видео не жайлы? Эссе жазып үйренейік электронды әдістемелік құралымыз бар. Мінекей, сол құралға жалпы сипаттама берілген болатынды. Тыңдап көріңіздер. Сіздерге мен қазір эссе жазудың тиімді жолдары электронды әдістемелік құралын ұсынбақпын. Бұл оқушыларға да, мұғалімдерге де пайдалануға қолайлы жинақталған әдістемелік көмекші құрал. 5 тараудан тұрады, өздеріңіз көріп тұрғандай. Бірінші тарау нені қамтиды? Эссе жазудың әдістемесі бірінші тарауда. Яғни эссе дегеніміз не? Жауапты мына батырманы басу арқылы ала аласыздар. Бұл электронды құралға сипаттама беру арқылы мен оқырмандарым сіздерге мынандай идея ұсынғым келеді. Яғни сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды осы үлгіде жинақтай аласыздар. Қарапайым PowerPoint бағдарламасында жасалған, тартымды, жүйеленген, жинақталған, яғни батырманы басу арқылы, гиперссылка арқылы жасай аласыздар. Өздеріңіздің жұмыстарыңызды жинақ етіп көрсете аласыздар. Сонымен қатар эссе жайлы ақпараттар бір арнада тоғысқан. Енді эссе жазып үйренейік курсы қалай өтеді? Содан үзінді келтірген болатынын көріп шығыңыздар. Өзімше эссе жазып білемін деп кірген болатын. Соны қаншалықты мастер жазып жатқанын көрейін деп. Менің жазып жүрген эсселерім эссе емес екен, мен соны түсіндім. Осы күнге дейін бір сағатта келген эссе жазғанда, мен нені алаңдап берді жаңағы құрылым схемаға салып жазып отырдым ғой. Соған байланысты. Енді ол жерде бірақ негізгі соған ылғи машықтан жазса, оны әбден үйреніп алуға болар екен. Екінші Дұрыс айтасыз, әріптес. Адамда ынта болса қиын іс жоқ қой. Жаңа алдында да айтып кеттім. Мына жерде енді жылжытып көрсетіп көрейін енді. Сабақ қалай өтті сол жерде. Қадыңыз осы екі кәрі жүректісіз маған. Өйткені дәп-дәл осы нені үшін ойыңа келе қоймайды ғой. Сіз оның сөзін білмейді емес, сіз білесіз. Бірақ сіз ол кезде фильтрдан өткізген жоқпыз. Біз қазір фильтрдан өткіздік, сүзгідік, керегіңізді жүрегіңізге жақынып
таңдап алдық. Сол арқылы кемінде біздің 5 сөзге, ал өте хватки дейді ғой, сол адамдарға 10 сөз. Яғни бұл курс барысынан курсқа қатысушылар, мен сіздерге уәде беремін, сіздер курсқа қатысып рухани ләззат аласыздар. Бұрын соңды болмаған сабаққа кіресіздер. Қарапайым тілмен айтқанда, ауызекі тілмен айтқанда дейін кәдімгідей бір демалып қайтасыздар. Тағы да бір WhatsApp-та жалғасқан кері байланысқа назар аударайық. Мастер-классындағы танысқан әріптестерім бүгінгі бір тамаша күннен әсер алып, соған байланысты 2 жұлдыз бір тілек арқылы ойымды жеткізсем, 2 ұнаған нәрсенің біріншісі жар ете қалған жұлдыздай кең маңдай басқан, оның дауысы, сөз саптамасы, күлімдеген көзі адамды баурап алады. Еңбекқор, ипалы қыз, аяулы жар, аяулы ана, аяулы келін, ұлағатты ұстаз екенін көрсете білді. Еңбегің жассын. Екінші ұнағаны дәл бүгінгі бірінші ғаламтор арқылы кездескенде Қазақ радиосының ақбайынан атанған ардагері, дауысы алтын қорға енген Сауыржанова апаны көргенде болдым. Яғни дәл сондай тұлғаның ізін жалғастырушы ұрпақтың бар екенінің дәлелі болды. Сауыржанова апамыздан Рахмет көп әріптес, яғни өзінің ішкі тебіренісімен бөлісіп жатқан сәтінен. Енді оқушымның республикалық деңгейде орын алған эссесінде салған болатымын. Инстаграм парақшамның тұрақты оқырмандар біледі. Бұл менің жазған посттарымның ішіндегі ең озығы, ең бір, қалай айтсам болады, көп қаралым жинаған. 800 ба, 900 қаралым жинады деймін. Өзі бұл эссе тыңдап көріңіздер, рухани ләззат аласыздар, оқушының жан тебіренісі, тыңдамаған болсаңыздар. Қосып жатырмын. Бұған дейін балалық шағым патшаның тағы болатын. Бірақ күнде барлығы өзгеріп сала берді. Өзгердім, өзгертті. Есейдім, есейтті. Мен ақ анамнан айырылдым. Сол уақытта Рахмет. Енді барлығын толықтай көрсетіп жату ол уақыт алады. Сондықтан үзіндісін келтіріп жатырмын. Ең соңында кері байланыс, яғни осы телефон нөмірі арқылы менімен байланса аласыздар. Төменгі жақта Инстаграм парақшама қалай өтуге болатыны көрсетілген. YouTube каналыма өтудің жолдары көрсетілген. Сонымен жақсы күн жақсылығын тартсын алға, көрініп бір жүйеде басқаларға, эссенің курсындағы ақпараттар топтасып, ал жол тартты басқаларға дей отырып, таныстырылымды аяқтаймын. Сілтемесін профильге салатын боламын. Немесе WhatsApp-ма хабарласып, сілтемесін алуларыңызға болады. Толық ақпаратпен әрі қарай танысатын боласыздар. Көп рахмет.